Қайырлы күн, Алтынайский YouTube арнамның көрермендері. Қазір сіздерге тойға шақыру билетке календар қоюды үйретемін. Ол үшін кез келген браузерге календар август 2024 деген сияқты керектіні іздейміз. Картинкидің арасынан өзімізге қажеттінің үстін басып галереяға жүктейміз. CapCut'қа барып шақыру билеттің астындағы добавить наложение арқылы фотоның арасынан бағана көшіріп алып келген фотомызды қоямыз. Екі жағына размерін үлкейтіп кішірейтеміз. Анау астында трансформация деген бар. Изменение размера деген кнопканы басамыз да жан жағын стрелкаларды тартып отырып керекті бөлігін қиып аламыз. Мынау рамкаларын барлығын размерін кішірейтеміз. Одан кейін назад деген кнопканы керек жеріне дейін тартып алып, назад деген кнопканы басамыз мінекей. Одан кейін оңға тартсаңыздар, склейка деген шығады. Сол жерден затемнение деген кнопканы бассаңыздар, осылай артқы аппақ фоны көрінбей қалатын болады. Болды, осылай үлкейтіп кішірейтіп керекті жеріне апарып қойып жасай бересіздер. Енді мынандай домалақ кругты жасау үшін тоже Google немесе Safari кез келген браузерден круг PNG деп іздеп кез келген сайттан көшірсеңіздер болады керекті кругтарды. Болмаса PicsArt деген приложенияға кіріп, ол жақтан да көптеген нәрселер табасыздар. Пустой деген шаблонды таңдасаңыздар, астында элементтер шығады. Сол жерден стикері деген кнопканы басасыздар, и ол жаққа поискке тоже круг PNG немесе круг черный, белый, золотистый деген сияқты жасай берсеңіздер шығарып беретін болады. Круг рамка деп іздедім, өзіме ұнағанның үстін басу арқылы галереяға жүктеп аламыз. Готованы басасыздар, стрелканы басасыздар төмен тұрған, сол кезде сохранено в галерее деп шығады. Енді тоже CapCut'қа жаңағы барып, тура мына жерде мен золотистый аламын, удалить тастадым, тоже добавить наложение деп, фото деп, мынаны добавить етесіздер. Қол саусақтарыңызбен размерін кішірейтіп керек жеріне апарып қоясыздар. Болды.